Достар, келесі бізде нағыз шедевр. Бұл Kia K5 көлігі 2014 жылғы рестайлинг, небәрі 90 000 километр жүрген екен. Негізгі түсі қара түс болған, бірақ осындай защитный пленкамен қапталған, сырты қызыл пленкамен. Керемет, тюнинговать етілген спорткар настоящий. Алдыңғы артыңғы парктрониктары, астына осылай бамперлер астына қосқан, яғни юбкалар істеген, полный поддондармен. R18 дискі қойылған, су порталарына дейін спортивный, міне қызыл су порталы қойылған. Артында спойлер, двойной выхлоптарымен. Керемет, енді көліктің енді жағдайы өте жақсы екен. Кузовы страховойларын бәрі тап-таза деп тұр көлікте. Асты жақтарымыз тап-таза. Багажник. Заводской поликтарын артына тастаған, запаска баллоны, герметиктары барлығы өз орнында. Так, багажнигіміз бұралмаған. Яғни замена деталь жоқ көлікте. Салонды көрсетіп кетейін. Керемет, тіпті салонға дейін сиденьяларын барлығын осылай жабдықтаған. Жұмсақ, әдемі қараңыздар. Бұл қарлар осындай комбинированный қызыл мен қара араластырып. Қызыл поликтарға дейін қойылған. Керемет. Обогрев сидений бар. Деревянный вставкалар. Тап-таза барлығы. Так, бесключевой доступ. Бирка бойынша көлігіміз таза 2014 полный электропакет, плавающий сиденье. Сиденьелер барлығы жақсы жасап тұр. Не дейді тағы. Так, 91 000 километр полный мультируль, круиз контроль бар. Ортада мониторымыз. Мұнда рычагтарды да ауыстырған екен. Керемет. Коробкамыз ойдағыдай жақсы жасап тұр. Артыңғы көрініс. Так, мұнда обогрев сидений бар, подстаканниктері, алды панельдер барлығы тап-таза. Так, СВЛ мотор, алдыңғы болттарымен бұралмаған, заводской рекасы бойынша таза екі. Көліктің жағдайы өте керемет. Моторда ақау жоқ, маякқан жерлері жоқ, дауысы барлығы жақсы, барлығы нормада. Керемет. Технический жағдайы супер. Көліктің қызықтырса хабарласыңыздар. Осындай тюнинг көлік іздеген жандар үшін нағыз вариант.